Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін үй жағдайында тез әрі дәмді болып шығатын донердің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті қызықты рецептермен бөлісемін. Ең бірінші етті маринадтаймыз. Тауық етіне аз мөлшерде майонез, кетчупқа тұз, қара қызыл бұрыш қосамыз. Кейін су қосып жақсылап араластырамыз. Қаласаңыз укроп, кинза қосып жасасаңыздар болады. Ал енді лаваштың қамырын алып, салмасын салып, донерімізді орайтын боламыз. Лавашты үй жағдайында қалай жасау керектігін төмендегі описанияға ссылкасын қалдырып кетемін. Сонда видеода көріп, асықпай жасап